I'm John Kehoe. Менің атым Джон Кеха. Осы видеода мен сенімнің күші туралы айтатын боламын. Және қаржылық жетістікке жетуге көмектесетін ең маңызды сенімнің не екенін де айтып беремін. Қаржылық жетістікке қол жеткізу ол өздігінен сиқырлы түрде бола салатын нәрсе емес. Ол біз солай болғанын қалағандықтан орын алатын нәрсе. Яғни барлығы ішімізде резонанс тудыратын, жетістікке жетелейтін күшті сенімдерді қалыптастырудан басталады. Бүгін қандай жағдайда екеніңе қарамастан сенің қолыңнан барлығы да келетініне сен сенуің керексің. Сен бұл сенімді өзіңнің ішіңде қалыптастыра аласың. Сосын біраз уақыттан кейін сенім деген бұл таңдау екеніне көзің жете бастайды. Сен қанаттандыратын жақсы сенімдерді таңдаған кезде олар саған күні-түні жұмыс істей бастайды. Сенімдерді таңдай білу үшін бірқатар тәжірибелер қажет және біз оларды күнделікті өмірімізде жасап жүруіміз керек. Біз өз сенімдеріміздің қандай екеніне назар аударып, олар бізге пайдалы ма жоқ па айқындауымыз керек. Егер де олардың бізге пайдасы жоқ болса, егер де олар бізді шектейтін болса, онда біз оларды өзгертуіміз керек. Себебі қаржылық жетістікке қол жеткізудің екінші қадамы бол ішімізде резонанс тудыратын, шабыттандыратын күшті сенімдерді қалыптастыру табылады. Мен бірнеше жыл бұрын өзімнің басымнан өткен бір оқиғаны айтып берейін. Мен өзімнің бизнес менеджермен бірге турнеге шықтым. Барған қаламыздан қысқа уақытқа бір үйді жалға алдық. Бұл Пасха мерекесі басталған кез еді, сондықтан көмекшім қыз бала болғандықтан мен оған бірнеше сый сияпат даярлап қоюды жөн көрдім. Кейін ол оянған кезде мен оған бізге Пасха қояны келіп сыйлықтар жасырып кеткен сияқты дедім. Ол қуанғаннан бөлмесін қарай бастады. Сөйтіп 3 сыйлық тапты. Сосын біз таңғы асқа отырдық. Тамақтан отырған кезде мен оған жақсы ештеңе таппағаның өкінішті-ақ дедім. Ол жақсы зат? Қайда олар? Жалпы қанша? Көп пе? Деп сұрады. Мен 10 дана дедім. 10 дана деп ол таңғалып қалды. Тамағыңды қоя тұр, ізде дедім. Сосын ол бүкіл үйді іздеп 10 сыйлықтың барлығын тапты. Егер де мен оған барлығы 10 сыйлық бар деп айтпаған болсам, ол тапқан 3 сыйлығымен ғана шектеліп, сыйлықтардың ең маңыздысын, ең жақсыларын өткізіп алар еді. Біздің өмірімізде де осылай болып жатыр. Біз қолда бар барлық мүмкіндіктерімізді өткізіп алып жатырмыз. Біз қазір басымыздан өтіп жатқан нәрселерге қарап шындық осы деп ойлаймыз. Біздің бар күтетініміз осы. Егер де ешқандай мүмкіндікті көре алмай тұрған болсаң, бұл ол жерде ешқандай мүмкіндік жоқ деген сөз емес. Ешқандай да мүмкіндік жоқ деп ешқашан ойлама. Сен бұдан да үлкен нәрселерге сене аласың. Күшті сенімдерді қалыптастыр. Сенде жетістікке жетуге қажетті мүмкіндіктердің көп екеніне өзіңді сендір. Ал сен осыған сенген кезде, енді менің сөзімді мұқият тыңда. Осыған сен, жай ғана үміттеніп қалап отыра берме. Оған сен, осыған сенген кезде олар сенің алдыңнан ашыла бастайды. Әр ұрпақ өздерінің алдындағы буынды жақсы өмір сүрді, олардың өмірлері жеңіл болды деп ойлайтыны қызық. Егер де мен 20 жыл бұрын жылжымайтын мүлікке инвестиция жасағанда немесе 20 жыл бұрын қор нарығында болғанда мен келіп кетіп жатқан жақсы идеялардың барлығында жетістікке жетер едім. Бүгінгі күнде ақша табудың ешқандай жолы жоқ деп айтады. Егер де сен осыған сенетін болсаң, онда бұл сені тежейтін болады. Дәл қазір мен бір даусыз фактімен бөлісейін, және менің осы логикама ілесіп, оның шынымен де рас екенін түсінгеніңді қалаймын. Әлі бұл дүниеге келмеген, туылмаған, бірақ бір күнде-ақ жылжымайтын мүлік нарығында байып шыға келетін адамдар бар. Әлі туылмаған, бірақ бір күнде-ақ қор нарығынан байып шыға келетін адамдар бар. Әлі туылмаған, бірақ мыңдаған адамдарға жұмыс беретін компанияларды құратын және керемет жетістіктерге жететін адамдар бар. Әлі туылмаған, бірақ ұлы кинематографист, ұлы суретші, әлеуметтік желілердің жұлдызы болатын адамдар бар. Әлі туылмаған, бірақ бизнестің лидері, қоғамдық белсенді, рухани жетекші болатын өздерінің идеяларымен, әрекеттермен қоғамды өзгертетін адамдар бар. Бірақ бұлар әлі туылған жоқ. Ал сенде ше, сонда сенде ешқандай бастау алды фора жоқ па?
Сенде жетістікке жетудің көптеген мүмкіндіктер бар. Сен тек соған сену керексің. Ал енді біздің бүгінгі жаттығуымыз кезінде мына бір аффирмацияны 5 минут бойы қайтала. Менің қаржылық жетістікке жету мүмкіндіктерім көп. Мен осыған сенген кезде, олар менің алдымнан ашыла бастайды. Ішіңнен осы аффирмацияны қайта-қайта қайталай беру арқылы, сен өзіңе сенімнің қаншалықты маңызды екенін есіңе салып отырасың. Және алдыңнан осы мүмкіндіктердің ашылуы үшін түп санаңды оята бастайсың. Ал келесі видеода мен сені импринтинг техникасына үйрететін боламын, және сенімдерді өз түп санаңа қалай жазуға болатынын, оларды күні-түні өзіңе қалай жұмыс етуге болатынын айтамын. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Келесі видеода кездескенше. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.